Өмірі біреуді кінәлап жүретін, ашуланса қолындағысын лақтырып, біреуді ұруға ұмтылатын адам қайдан шығады? Меніңше, адамға бала күннен жақсы әдет қалыптастыру керек. Кішкентай бала үстелге басын соғып алса, үстелді ұрып жатамыз. Мә, әтәт деп. Байқамай ойыншығын мыжып, аяғын ауыртса, ойыншығын лақтырып жіберу мүмкін. Мұндайда қанша кішкентай болса да, сен өзің байқамай басып кеттің, ондай болады, ойыншықтың кінәсі жоқ, әр затты аялауымыз керек. Басып кетпеу үшін бір шетке жинап қояйық деп, байыппен үлкен адамша сөйлесіп көрдіңіз бе? Қылығына күліп қана отыра берудің орнына. Сөйтіп өсіріп келе жатамызда, бір күн аяқ астынан 5-ке келдің ғой, 10-ға келдің ғой, үлкен болдың емес пе деп әңгіме айтамыз. Оны ұқпаса миы жоқ дейміз. Осы біреу бала ашуланса сондай, шалынса жерді кінәлап тепкілейді дейміз. Сөйтіп балаға еш жақсы нәрсе сіңірмейміз. Ересек шағында осы әдеттеріне басқа да себептер қосылып, жауапкершілікті өзіне алмай, үнемі біреуді, бір нәрсені кінәлайтын адамға айналуы мүмкін. Бұл менің жеке пікірім. Сіз қалай ойлайсыз? Байланыс бар ма? Ойланып көріңіз.